Сәлем достар, бүгін сіздерменен апельсин пирогы рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 4 жұмыртқаға 200 грамм қант қосып, 2 есе ұлғайғанша миксерлейміз. 2 апельсин қабығын үкіштен өткізіп қосамыз. 150 грамм сұйық май қосамыз. Араластырамыз. 150 грамм апельсин шырынын қосамыз. 10 грамм разрыхлитель қосып, 350 грамм електен өткізілген ұн қосып араластырамыз. Біркелкі масса болғанша. Міне осындай қою қамыр болады. Енді қамырымызды формаға құямыз. Менде фигуралы қалып. Егер ондай фигуралы қалып болмаса, қалаған табаға құйсаңыздар болады. Пирогымызды 160 градуста 25-30 минут пісіреміз. Пирогтың піскенін шпажка тығып көреміз. Егер шпажкамыз құрғақ шықса, демек пирогымыз піскені. Біздің пирог дәмді, хош иісті, пісті. Енді помадкасын дайындаймыз. 80 грамм қант ұнтағына 2 шай қасық апельсин қосамыз. Апельсин шырынын қосамыз. Помадка болғанша араластырамыз. Пирогымыздың үстіне әсемдеп құйып шығамыз. Немесе шоколадпенен де әрлесеңіздер болады. Міне біздің өте дәмді, жұмсақ, хош иісті пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұнайды. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.